Ағанас оқып жіберішкен. Мен бұл мәтіннен көп керек мағлұмат жинадым. Қарлығаш әулие Төле би бабамыздың дана ақылды екенін білдім. Төле би бабамыз қарлығашқа адал болған екен. Ал қазіргі кезде адамдар қарлығашқа ұя салғызбақ түгілі үйіне де кіргізбейді. Өте әдемі жазды. Жақсы жазыпты, иә? Мен Төле бидің көшпегені дұрыс. Себебі балапанның ұясын бұзбағаны болмайды, бұзуға болмайды. Бірақ қазір ол кеме бар. Оның аты Қазығұрт. Білесіңдер ма? Қай жерде ол? Ол Қазығұртта. Қазығұрт қауында, иә? Біз бұл әңгімеден құстардың ұяларын бұзбауды білдім. Әсіресе қарлығаштың ұясын бұзбау керек. Себебі ол киелі құс. Мен құстарға ұя салып беруді білдім. Біз әрқашан құстарды қорғаймыз. Қарлығаштың балаларына тамақ беру керек. Сен жақсы жазыпсың, маған ұнады. Мен бұл әңгімеде қарлығаш ұясын бұзбауды білдім. Қарлығаш ұрпағы көп кездесе бермейді. Олардың балапандары тамақ көп жейді, әрі тез өседі. Біз осы әңгімеден кейін тәрбие алдық. Мен құстардың ұясын бұзбау керегін білдім. Әсіресе қарлығаштың ұясын бұзбау керегін білдім. Себебі ол киелі құс. Біз әрқашанда киелі құстар ұясын бұзбау керегін білдік. Біз осы құстарға ұя жасап беруіміз керек. Ал Шағатай, сен не деп жаздың, кәнеки? Әңгімеден кейінгі ойыңды айтшы. Қарлығаш әулие деген мәтінді біз үшін қарлығаштың ежелден бері адамдарға көмектескенін және құдіретін білсін деп жазған. Тек ол ғана емес, егер біздің де үйіміздің төресіне қарлығаш ұя салса, оның ұясын бұзбай және басқа жерге көшпей, бір жерде тұрақтауымыз керек. Өте